Саламатсыздар ма студенттер? Бүгін біздің тақырыбымыз жүктіліктің кеш мерзімін диагностикалау. Жүктіліктің кеш мерзімін диагностикалау дегеніміз ол жатырдың деңгейі қасағадан жоғары көтерілген сәттен бастап, яғни жүктіліктің 20-шы аптасынан бастап жүргізіледі. Яғни жүктіліктің кеш мерзімін диагностикалауда біз белгілі бір іс-әрекеттерді пайдаланып, құрсақтағы ұрықтың өсіп дамуын анықтаймыз. Яғни ол бірінші сантиметр лентаны қолдана отырып, әйелдің жатыр түбі биіктігін және іш айналымын өлшейміз. Екінші, Леопольд-Левицкий тәсілін 4 тәсілін жүргізу арқылы құрсақтағы ұрықтың жату қалпын, өсіп дамуын анықтаймыз. Және үшінші тәсіліміз ол стетоскопты пайдалану арқылы құрсақтағы ұрықтың жүрек соғысын тыңдаймыз. Яғни бірінші реттілікке сәйкес біз бірінші сантиметр лентаны қолдана отырып, жатыр түбінің биіктігін және іш айналымын өлшейміз. Ол үшін жүкті әйелімізді кушеткаға жатқызып аламыз, аяқтарын созуын сұранамыз, біз жүкті әйелдің ішін жалаңаштаймыз. Және өзіміз әйелдің оң жағына орналасып, қолымызға стерилді сантиметр лентаны аламыз. Және сантиметр лентаның бірдеген санын қасағаның жоғары жиегіне орналастырып, оны оң қолымызбен бекітеміз. Және сантиметр лентаны бос жібереміз. Сол қолымыздың алақанымен сантиметр лентаны бойлай отырып, жатыр түбін анықтап аламыз. Және жатыр түбі біздің қолымызға тығыз болып сезіледі. Алақанымыздың сыртқы бетінен сантиметр лентадағы санды белгілеп аламыз. Жүктілікке байланысты әйелдің жатыр түбі деңгейі жоғары қарай көтеріліп отырады. Яғни жүктіліктің 16 аптасында әйелде жатыр түбі биіктігі қасағадан 6 сантиметр жоғары болады және қасаға мен кіндіктің ортасына сәйкес келеді. Жүктіліктің 20 аптасында жатырдың түбі кіндіктен 2 келі төмен болады, қасағадан 12 сантиметр жоғары болады. Жүктіліктің 24 аптасында жатырдың деңгейі кіндіктің тұсына сәйкес келеді, қасағадан 20 сантиметр жоғары болады. Жүктіліктің 28 аптасында жатырдың деңгейі кіндіктен 2 келі жоғары болады, қасағадан 24 сантиметр жоғары болады. Жүктіліктің 32 аптасында жатырдың деңгейі кіндік пен төстің семсер тәрізді өсіндісінің ортасына сәйкес келеді, қасағадан 28-30 сантиметр жоғары болады жатырдың деңгейі. 36 аптада жатырдың түбі семсер тәрізді өсіндісінің тұсына сәйкес келеді, жатыр түбінің биіктігі қасағадан 34-36 сантиметр жоғары болады. Жүктіліктің 40 аптасында жатыр түбінің биіктігі 32 аптадағы деңгейге түседі, яғни бұл кіндік пен семсер тәрізді өсіндінің ортасына. Яғни осы кезде әйелдің жағдайы біршама жеңілдейді және әйелдің тыныс алуы жақсарады, өйткені нәрестенің басы кіші жамбас қуысының кіреберіс жазықтығына орнығуына байланысты. Жатыр түбі биіктігін өлшеп болғаннан кейін біз келесі іш айналымын өлшейміз. Іш айналымын өлшеу үшін әйелден белін көтеруін сұранамыз және сантиметр лентаны белінің астынан өткізіп кіндік тұсында түйістіреміз. Және біз бір көлденең саусақ қалдырамыз. Бұлай орналастыру себебіміз әйел жатқан кезде іштің төмен түсуіне байланысты. Әйелдің іш айналымы жүктіліктің 32 аптасында 80-85 сантиметрге сәйкес келеді, 36 аптада 90 сантиметрге сәйкес келеді, 40 аптада 98-100 сантиметрге сәйкес келеді. Егер әйелде семіздік болса, әйелдің құрсағында көп ұрықты жүктілік болатын болса, құрсақтағы нәрестенің салмағы ірі болған жағдайда, сонымен қатар қармақ суы көп болған жағдайда, жатырдың деңгейі 40 сантиметрден жоғары болады, ал іш айналымы 100 сантиметрден жоғары болады. Біз іш айналымын жатыр түбі биіктігін өлшеу арқылы құрсақтағы ұрықтың өсіп дамуын және жүктіліктің мерзімін анықтай аламыз. Келесі, Леопольд-Левицкий тәсілін жүргізу. Яғни Леопольд-Левицкий тәсілін жүргізу үшін біз әйелдің оң жағында орналасамыз, өзіміздің қолымыз таза болу керек, жылы болу керек, әйелдің денесін тітіркендірмеу мақсатында. Бірінші тәсілде біз әйелдің бетіне қарама-қарсы бағытта орналасамыз және өзіміздің екі қолымызды әйелдің жатыр түбіне жайғастырамыз және саусақтарымызды бір-біріне бағыттаймыз. Және бұл бірінші тәсілдің екі мақсаты бар. Бірінші, жатырдың түбінде нәрестенің қай ірі бөлігі жатқанын анықтау, екінші, жатыр түбінің биіктігін анықтау. Екі қолымызды жатыр түбіне орналастырып, жаймен сипалап, пальпациялап көрген кезде, егер қолымызға жұмсақ, ауқымды, аз қозғалмалы нәрестенің бөлігі сезілетін болса, бұл жатыр түбінде нәрестенің жамбасы орналасқан деп айтамыз. Екінші тәсілде екі қолымызды жаймен жатырдың түбінен
бүйір қабырғаларына қарай түсіреміз. Бұл кезде бір қолымызбен фиксациялап, екінші қолымызбен жаймен жатырдың қабырғасын пальпациялаймыз. Яғни бұл кезде қолымызға тегіс, жазық нәрестенің бөлігі сезілетін болса, бұл нәрестенің арқасы деп айтамыз. Енді бұл қолымызды фиксациялап, қарама-қарсы қолмен пальпациялаймыз. Сол кезде қолымызға кедір-бұдыр бөліктер сезілетін болса мүшелер, бұл нәрестенің аяқ қолдары деп айтамыз. Осы екінші тәсілде біз нәрестенің позициясын және позицияның түрін анықтаймыз. Позиция дегеніміз нәрестенің арқасының жатырдың қабырғасына қатынасы. Егер нәрестенің арқасы жатырдың сол жақ қабырғасына бағытталатын болса, бұл бірінші позиция деп айтылады. Егер нәрестенің арқасы жатырдың оң жақ қабырғасына бағытталатын болса, екінші позиция деп айтылады. Және позицияның түрін анықтаймыз. Егер нәрестенің арқасы жатырдың алдыңғы қабырғасына бағытталса, алдыңғы түр, арт қабырғасына бағытталса, артқы түр деп айтылады. Сонымен Леопольд-Левицкийдің екінші тәсілін аяқтадық. Енді келесі үшінші тәсіл. Үшінші тәсілде оң қолымызды қасағадан жоғары, бас бармақты бір жаққа, төрт саусақты қарама-қаршыға орналастырып, жаймен пальпация жасаймыз. Үшінші тәсіліміздің мақсаты жамбас қуысының кіреберіс жазықтығында нәрестенің қай ірі бөлігі жатқанын анықтау. Біз пальпация жасаған кезде қолымызға домалақ, қозғалмалы, тығыз нәрестенің мүшесі анықталса, бұл нәрестенің басы жамбас қуысының кіреберіс жазықтығында орналасқан деп анықтаймыз. Егер қолымызға жұмсақ, аз қозғалмалы мүше болса, ол нәрестенің бөксесі болып табылады. Бұл Леопольд-Левицкийдің үшінші тәсілі. Енді келесі соңғы тәсіліміз төртінші тәсіл. Төртінші тәсілде біз әйелдің бетінен аяғына қарама-қарсы орналасамыз. Яғни бұл кезде төртінші тәсіл үшінші тәсілдің жалғасы ретінде, және бұл әйелде босану процесі басталған кезде анықталады. Яғни төртінші тәсілдің мақсаты нәрестенің басы жамбас қуысына қатынасы, яғни нәресте басы жамбас қуысына түскен немесе түспеген анықтаймыз. Ол үшін екі қолымызды қасағадан жоғары орналастырып, бір-біріне жақын түйістіруге тырысамыз. Егер екі қолымыз нәресте басында түйісетін болса, бұл нәрестенің басы жамбас қуысының кіреберісінен жоғары тұр, нәресте басы жамбас қуысына түспеген деп айтамыз. Егер екі қолымыз нәресте басында түйіспеген жағдайда, нәрестенің басы кіші жамбас қуысына түскен, яғни біздің екі қолымыз нәресте басында түйіспегені анықталады. Яғни бұл Леопольд-Левицкий тәсілі. Келесі. Леопольд-Левицкий тәсілін жүргізіп болғаннан кейін біз құрсақтағы ұрықтың жағы жүрек соғысын тыңдаймыз. Яғни ұрықтың жүрек соғысын ол арнайы стетоскоппен тыңдауға болады. Сонымен қатар кардиотокография, ультрадыбыстық зерттеу, фонокардиография арқылы қосымша жағы ұрықтың жүрек соғысын анықтауға болады. Яғни ұрықтың жүрек соғысын біз анықтау үшін міндетті түрде осы Леопольд-Левицкий тәсілін жүргізіп аламыз. Өйткені бізге нәрестенің жату қалпы, позициясы өте маңызды болып табылады. Стетоскопты әйелдің іш пердесіне тығыз жанастыра отырып тыңдаймыз, және тыңдау барысында біздің қолымыз стетоскопқа жанаспау керек. Өйткені біздің қолымыздан бөгде дыбыстар естіліп, жүрек соғысын анықтауға кедергі келтіреді. Енді Леопольд-Левицкий тәсілінде егер нәрестенің басы, яғни нәресте басымен жатса деп айтамыз, нәрестенің басы кіші жамбас қуысына кіреберісіне сәйкес келіп тұратын болса, бірінші позицияда жататын болса, мұнда біз нәрестенің жүрек соғысын кіндіктен төмен сол жақтан стетоскопты қою арқылы құлағымызбен тыңдаймыз. Егер нәресте баспен жатып, екінші позицияда орналасатын болса, мұнда біз кіндіктен төмен оң жақтан ұрықтың жүрек соғысын тыңдаймыз. Яғни сонда қалыпты жағдайда нәресте бізде 96% жағдайда баспен орналасады, кіші жамбас қуысының кіреберіс жазықтығына. Және біз қалыпты жағдайда әйелде ұрықтың жүрек соғысын кіндіктен төмен аймақтан тыңдаймыз. Енді 4% жағдайда нәресте жамбаспен орналасуы мүмкін, және өте сирек жағдайда нәресте көлденең немесе қиғаш орналасуы мүмкін. Егер нәресте жамбаспен орналасса, егер бірінші позицияда жататын болса, онда біз кіндіктен жоғары сол жақтан тыңдаймыз ұрықтың жүрек соғысын. Ал екінші позицияда жамбаспен орналасатын болса, онда кіндіктен жоғары оң жақтан ұрықтың жүрек соғысын тыңдаймыз. Енді көлденең орналасқан жағдайда, егер нәресте жатыр қуысында көлденең орналасса, онда біз позиция деп нәресте арқасының жатыр қабырғасына қатынасын емес, нәрестенің басының жатыр қабырғасына қатынасын айтамыз. Егер нәрестенің басы жатырның сол жақ қабырғасына бағытталатын болса, нәресте бірінші позицияда, яғни көлденең орналасқан деп анықтаймыз.
Бұл кезде кіндіктің тұсында сол жақтан ұрықтың жүрек соғысы тыңдалады. Егер нәрестенің басы жатырдың оң жақ қабырғасына бағытталатын болса, онда біз кіндіктің тұсынан көлденең жатқан жағдайда екінші позицияда жүрек соғысын стетоскопты осы кіндіктің тұсында оң жағына орналастыру арқылы тыңдаймыз. Яғни ұрықтың жүрек соғысын қалыпты жағдайда ол 110-да 160 рет соққыға тең болады. Яғни біз осы іс-әрекетті жасадық, балалар, студенттер, және біздің жүктіліктің кеш мерзімін диагностикалауда негізгі дағдылар осылар болып табылады. Әрі қарай студенттер, яғни бұл дағдыларға қосымша жүктіліктің кеш мерзімін диагностикалауды ол осы біз авторы бойынша Мартин тазомері арқылы, яғни тазомер жамбас өлшеуіш құрал, осы жамбас өлшеуіш құралын пайдалану арқылы біз әйелдің сыртқы жамбасының 4 өлшеуін өлшеуді, сонымен қатар диагоналды конъюгата, шындық конъюгатаны үйренуіміз керек және оның маңыздылығын түсінуіміз қажет. Яғни бұл жүктіліктің кеш мерзімін диагностикалау тақырыбын біз Бадяжина авторы бойынша акушерия кітабынан, сонымен қатар біздің негізгі кітабымыз Нұрқасымованың акушерия оқулығынан, сонымен қатар осы колледжде Аманбаева Абдиханова акушерия оқулығынан материалдарды оқып пайдалануға болады. Сонымен қатар интернет материалдарынан, ютубтан сіздер қосымша оқып үйренулеріңіз қажет болып табылады.